Бәріне сәлем, достар. Бүгін осындай ойын ойнап жатырмыз. Мінеки 3 бұрыш, 4 бұрыш, жұлдыз, мынандай, қалай аталады өзі? Домалақ, неше түрлі бұрыштарды осыған кезектестіріп саламыз. Дұрыстап, қайсыған салу керек екенін Данэлия бізге көрсетеді. Бірінші жұлдыздарды салдық. Ура! Енді 3 бұрыш. Енді сенде қандай? 3 бұрыштарды. Бірінші 2 жұлдыз салды. Содан кейін 2-3 бұрыш салды. Данэлия, сәлем деші. Сәлем. Бұл қандай? 4 бұрыш, молодец. Қайсы? Вау! Қайсыған саламыз? Уа, домалақ! Oldu. Ой. Домалақ қайда салады екенбіз домалақты? Қайда салу керек екен домалақты? Данэлия дұрыс тапты. Табамай жатыр. Достар, көмектесіп жіберіңдерші. 4 бұрыштыны қайда саламыз? Дұрыс. Ой, Данэлия, бәрін салып бітсейсен бірінші. Енді аналарды ал, тағы 2 қалды сенде. Тағы да 4 бұрышпен андай ромбик сияқты. 4 бұрыш. Өте жақсы, молодец. Бұл ойын балалардың моторикасын дамытады. Және де 3 бұрыш, 4 бұрыш домалақ. Бәрін қайда қалай салу керек? Өте жақсы. Сондай баланың дамуына жақсы ойыншық. Бізге өте қатты ұнайды. Я, Данэлия, саған ұнайды ма? Мінеки, өте әдемі, өте жақсы. Данэлия, айтшы, саған ұнайды ма осындай ойын? Классно?